Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Ақтау қаласы 31 шағын аудан 13 үйде орналасқан сатылып жатқан 4 бөлмелі үйді видеоға түсіріп көрсететін боламыз. Жайық базардың қасында орналасқан, Сары базарға, Есенівке өте жақын орналасқан 6 этажды үй, 2019 жылы салынған, соның 6 этажында орналасқан. Видеоны соңына дейін қараймыз, каналға тіркелмеңдер, тіркеліп қоямыз, толық ақпарат айтылатын болады. Міне 4 бөлмелі үйімізге кірдік. Кіреберіс өте кең екен, үлкен десек те болады. Кірген бойда сол жағымызда ас үй бөлмесі орнатылған. Бір шеттен түсіріп көрсете берейін. Ас үй жиһазы арнайы заказмен жасалып орнатылған. Ас үйдің қабырғасы түс қағазбен жабыстырылған. Кондиционер орнатылған. Жалпы үйдің барлық бөлмелердің едені ламинат, өте сапалы немецкий қымбат материалдан жасалған, ламинатпен жасалып кеткен. Кіреберістің қабырғасы сұр түсті түс қағазбен жабыстырылған. Мебельдердің бәрі заказбен жасалған, ақ түсті қылып, және бөлмелердің барлығына ақ түсті есік орнатылған. Мынау біздің қонақ бөлмеміз. Үйдің, яғни бөлмелердің төбесі гипсокартонмен әрленіп, әдемі қылып жасалып кеткен. Үйді жақсы ұстаған, ешқандай ремонт қажет етпейді. Бөлмелердің биіктігі 3 метр 30 сантиметр. Басында айтып кеткенде 2019 жылы бұл үй берілген, салынып. Жалпы үйдің кейбір үйлердің бөлмелердің қабырғалары пеноблокпен, газоблокпен бөлінетін болса, бұл үйдікі жалпы қызыл таспен бөлінген. Ол біздің жатын бөлмеміз. Жалпы кейбір мебельдер қалады. Үйде 2 кондиционер орнатылған, ас үйде және бір қонақ бөлмеде. Және интернет желісі орнатылған. Үй жолға жақын, Жайық базардың қасында. Есенов университетіне жақын, Сары базарға, жаңадан салған Назар базарға, Аққала молл, Сулпак, Престиж мебель салонына өте жақсы жерде орналасқан, барлығына жақын. Мынау біздің екінші жатын бөлмеміз. Жалпы үйдің ауданы 147 метр квадрат. Бағасы 40 миллион теңге. Кішігірім саудасы болады. Үйді ипотекаға да алсаңыздар болады.
осындай әдемі үй өз қазағымызға бұйырсын. Әр қазақ баспаналы болсын. Біздің каналға тіркелмейді, тіркеліп лайк басып отырамыз. Бізге әрі қарай үйділерді түсіруге шабыт беретін болады. Санузел едені, қабырғалары барлығы плитамен орнатылған. Жалпы үйге су, жылу жақсы келіп тұр. 6-шы этажда орналасқан 4 бөлмелі үйіміз осы. Жалпы менің өз ойым, үйге 40 миллион теңге деп отыр ғой. Сон бағасы өзін сайды ойлаймын. Себебі үй өте қымбат материалдармен, жиһаздармен салынған және ауданы да өте үлкен. Сіздердің ойларыңызды жаза кетсеңіздер, өз ойларыңызды комментарийға бағасына үй сай ма, сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Әр қазағым баспаналы болсын. Осы видеоны жақын туыстарымызға, жақындарымызға таратайық. Мүмкін бір қазағымыз баспаналы болып қалар. Бізбен бірге болыңыздар. Әр қазағым баспаналы болсын.